21 қаңтар күні жоғалып кеткен мектеп оқушысы әлі табылмады. Армысыздар, қазақ елі. Шымкент қаласында айналдырған 2 аптаның ішінде 2 жасөспірім жоғалды. Біреуі 17 жасар мектеп оқушысы, екіншісі 20 жасар жас жігіт. Арайлым Ермекбай 2007 жылы туылған, Ордабасы ауданы Шұбарсу ауылының тұрғыны. Анасының айтуы бойынша Шұбарсудан Шымкентке келіп, жұмыс істеп қосымша табыс тауып жүрген екен. 11 сынып оқушысы ең соңғы рет жұмыстан шығып, Алаш базар аумағынан таксиге мінгені туралы үйіндегілерге хабарлаған. Содан кейін хабар ошарсыз кеткен. Жасөспірімнің жақындары үрімдей қыз бірдеңеге ұшырып қала ма деп жандарын шүберекке түйіп отыр. Полиция қызметкерлері іздестіру жұмыстарын жүргізуде. Ал 14 қаңтарда 20 жасар жас жігіт Бәйдібек Еділбек Шымкентке жүргізуші куәлігін алуға шыққан екен, сол күйі үйіне оралмаған. Із-түзсіз жоғалып кеткен ұлдарының туыстары жер-көктен іздеп таппай жатыр. Іздестіру жұмыстарына еріктілер де жұмылдырылған. Сол күні түсте 20 жастағы жігіт әкесіне хабарласып, ауылға қайтайын деп тұрғанын айтқан екен. Ол жақында әскерге барып борышын өтеп келген екен. Жігіттің бас ауған жаққа кететін әдеті жоқ еді дейді жақындары. Мұндай жағдай бірінші рет болып тұрған. Соған қарамастан тұтас әулет ұшты-келі жоғалған баламыз аман-есен үйге оралады деп үміттерін үзбей отыр. Полиция қызметкерлері хабар ошарсыз жоғалған қыз туралы арыз бойынша іздестіру іс-шараларын жүргізуде. Іздеу жұмыстарына Шымкент қаласы полиция департаментінің кешенді күштері мен құралдары жұмылдырылды. Аудандық бөлімдердің жеке құрамы мен көрші өңірлердің полиция департаменттеріне бағдар жолданды. Жоғалған азамат туралы арыз бойынша полицейлермен іздестіру шаралары жүргізілуде. Ер адамды анықтауға бағытталған жұмыстарға полиция департаментінің барлық күштері жұмылдырылды. Ал Түркістан облысында 4 жыл бұрын жоғалып кеткен қыз табылды. Отбасындағы жанжалдан соң үйінен кеткен 16 жасар бойжеткенді полицейлер Алматы қаласынан анықтаған екен. Не себепті осы кезге дейін хабарсыз жүргенін полицейлер анықтау үстінде. Ата-аналар да балаларымен сынамаса екен. Жоғалған қыз да, әскерден жаңа келген жас жігіт те аман-есен оралып, ата-аналарымен қауышса екен деп тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.